3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптардың оқушылардың оқытымдықтарымен қамтамасыз ету үшін Ордабасы, Түлкібас, Шардара аудандары мен Кентау қаласында тасымалдаушыны анықтау бойынша мемлекеттік сатып алу конкурстардың нәтижелері анықталмаған. Ал Төле би ауданы бүгінге дейін процедураларын бастамаған. Әр аудан жауап берсін. Ордабасы. Саламатсыз ба, Жансейіт Қансейітұлы. Жалпы бізде қаралған қаржыға байланысты мемлекеттік сатып алу процедуралары қазір жүріп жатыр. 3 тамызда толық анықталып, 10 тамызға дейін құжаттар оқу әдістемелік кешендер толық сатып алынатын болады. Бұда толық тексеруден өтсін, қадағалаңыздар. Мен тағы да айтарым, құрметті әкім мырзалар. Оқу жылына дайындықты біз оқу жылы біткен кезде айтқан болатынбыз. Бірден сол кезде бастаңыздар. Жылдағы дәстүрмен сол тамыз айында жүгіре бастайсыздар. Бүгін тамыз айы кіріп келді, ал кейбір аудан мектептерінде әлі жөндеу жұмыстары да аяқталмаған. Ол аз десеңіз Түркістан, Бәйдібек, Созақ аудандары жылу маусымына қажетті сұйық отындарды әлі тасымалдау көрсеткіші тым төмен, ал Ордабасы ауданы бір түйірде көмір жеткізбепті. Бұның барлығы шешілмеген мәселе болды бүгінде. Ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 105,5 миллион теңге қаралып, білім мекемелерінің әктеу, сырлау жұмыстары жүргізіліп, олардың 45%-ы жаңа оқу жылына дайын. Барлық білім нысандары 25 тамызға дейін аяқталуы жоспарланды. 18 жылы 47 білім беру нысандарының күрделі жөндеу жұмыстарына облыстық жергілікті бюджеттен 4,3 миллиард теңге бөлінген. Оның ішінде 40 мектеп, 1 мектеп-интернат және 6 оқу колледж. Қазіргі таңда 46 нысанда күрделі жұмыстар жүргізілуде. Ал Сарыдар ауданындағы 1 мектепте, Әуезов атындағы, әлі мемлекеттік сату конкурсы қазір жүргізіліп жатыр. Мердігер мекеме анықталмау мәселесі бірнеше аудан мектептерінде бар. Оған аудан әкімдерінің де өз уәжі бар. Саламатсыз, Жансейіт Қансейітұлы. Біз бұл жұмыстар 12 тамыз күні жеңімпаз қайта анықталатын болады. 25 тамыз күні толық бітіреміз, сол бойынша баяндайтын боламыз. 25 деген критический срок. Иә. Былтырда проблема болған сіздерде. Бұл не? 25 деген ең соңғы срок қой. Бұл жерде яғни мемлекеттік сатып алу бойынша оның себептен анықтап отқан жоқпын. Себебі ол жерде де сотта су басқа процедура болды. Қазір 12 тамыз күні толық жеңімпазды анықтаймыз. Сөйтіп 25-іне окончательный срок деп айтып отыр, 20-сына бітіреміз жоспарымыз бойынша. Жақсы, бақылауға. Кентау. Бұл не сіздерде? Ремонтта бітпейді, оқулықта бітпейді. Қансейітұлы, бізде мердер анықталды. Келісім шартқа тұрдық. Біз осы тамыздың 20-сына дейін барлық кітаптарды тасымалдап аяқтаймыз, жеткіземіз. Құрметті әкім мырзалар, бұл жерде ата-аналар, оқушылар, барлығы қазір тамыз айында түгел дайындыққа кіріседі. Жалпы 15-іне дейін бәрі біту керек. Осыны мен өткенде ескерткен Ұласбек Сәдібайұлы. Сонда сіздер жазбай жұмыс істемейсіздер ме? Білім беру мекемелерінде жылыту жүйелерін қысымдау, гидравликалық сығымдау жұмыстарын жүргізу деңгейі Төле би ауданында төмен. Бұл іске Жансейіт Түймебаев аудан әкімдерінің өздерін кінәлайды. Бұл жерде де конкурс жарияланып, 13 тамыз. Аудан әкімдері, мен тағы да қайталап айтамын. Конкурс, тағы басқа процедура, оның бәрін маған қажет жоқ. Ол сіздердің жұмыстарыңыз. Тағы да қайта айтамын. Бұны ертерек өткізіп, алдын ала жасамаған сіздер кінәлісіздер. Аппарат басшысы барлығын тізімге алыңыз. Бізге керегі нәтиже. Бітті. Елге, халыққа керегі нәтиже. Мектептердің дайын болуы, оқулықтармен қамтамасыз етілуі, транспорт бойынша келісілуі. Онша қиын шаруа емес. Білім саласына аса жауаптылықпен қарау тиіс екенін ескерткен облыс әкімі мынадай тапсырмалар жүктеді. Оқулықтар білім ұйымдарында толық болуы керек. Аудан, қала әкімдері стратегиялық жоспар жасауы тиіс. Аппарат осы мәселелерді толық бақылауына алып отыруға міндетті. Лаура Сарман, Руслан Насиров, Нар Ньюс.